Қайырымдылық қадірлес. Осы ұстанымға берік құрманғазылық кәсіпкерлер 100 отбасына көмек қолын созды. Демеушілер төтенше жағдай кезінде аудандағы жағдайы төмен көп балалы аналарды азық-түлікпен қамтамасыз етті. 58 мың халқы бар ауданда қауіпті індет анықталған жоқ. Десе де дерттің алдын алу мақсатында қауіпсіздік шаралары күшейтіліп, шектеу жұмыстары жүргізілуде. Осындай төтенше жағдай кезінде кәсіпкерлер сырт қалмай әртүрлі игістің басы-қасынан табылуда. Бірі дезинфекция жұмыстарына қаржылай қолдау білдірсе, бірі оқушыларды смартфондармен қамтамасыз етті. Енді бірі аз қамтылған отбасыларға азық-түлік таратуды қолға алған. Мен үйімде бірінші топ мүгедек баласын тәрбиелеп отырған анамын. Үкімет жанынан маған қамқорлық көрсетіп отырды осы уақытқа дейін. Бірақ осы індеттің басталғанына байланысты үйімнен шыға алмай отырмын. Баламды өзім жұмыссызбын. Балам тамақпен қамтамасыз еткен осы кәсіпкерлерге алғысым шексіз. Алғыс айтамын, рахмет. Бұл қайырымдылық шарасына 16 шағын бизнес өкілдері бір ауыздан үн қосып белсенді түрде атсалысты. Күнделікті тұтынатын аса қажетті азық-түліктер жиынтығын Құрманғазы ауылдық округі мамандарының берген тізімі бойынша табыстады. Одан бөлек кәсіпкерлер арнайы WhatsApp желісінен чат ашып, көмек қажет деген тұрғындардың тілегін орындауға білек сыбана кірісті. Бүгінгі елдегі төтенше жағдайға байланысты ауданның кәсіпкерлері бәрі бірігіп, осылай аз қамтылған отбасылар мен көп балалар отбасыларына аздаған қол ұшын көмегімізді бергіміз келіп соған жиналдық. Енді елбасымыз айтқандай, бәріміз жұмыла күш көтерген жүгі жеңіл дегендей, осындай шараларды алға қарай өткізіп, осындай көпшіліктің арқасында осы індетті жеңеміз деп сенемін. Осы шараларымыз алға қарай жалғасын табады. Осылай жоқ жетімдерге, көп балалы аналарға көмегіміз аяусыз болсын. Бұдан бөлек аудандағы өндірістік кооператив басшылары шалғайдағы Сүйіндік, Асан, Азғыр елді мекендеріндегі тұрмысы төмен 50 отбасыға 1 тонна ұн, 2 тонна секер, күріш, 2 тонна картоп пен пияз өнімдерін тегін таратты. Аудандағы мұндай қайырымдылық шаралары әлі де жалғасады. Асланбек Шығыр, Бақмоншақ Төреханқызы, Болат Рахметұлы, жаңалық қызметі, Құрманғазы ауданынан.